Сонымен қатар өңір орталығында Амангелді кен орнының 20 жылдығына арналған салтанатты шара өтті. Мерейтойлық жиынға Қазақгаз акционерлік қоғамының басқарма төрағасының бірінші орынбасары Мейірбек Ихсанов пен облыс әкімі Ербол Қарашөкеев қатысты. Іс-шара барысында үздік қызметкерлер мен ардагерлер марапатталды. Жамбыл облысын толық газбен қамтамасыз етіп отырған Қазақгаз барлау және өндіру компаниясы табиғи газдың ресурстық базасын жоспарлы түрде ұлғайтуды қолға алған. Қазіргі уақытта компанияда 160 адам жұмыс істейді. 500-ге жуық қызметкер мердігерлік және сервистік ұйымдарда еңбек етуде. Аймақ басшысы Қазақгаз барлау және өндіру кәсіпорны қызметкерлері мен газ саласының ардагерлерін дүбірлі мерейтойларымен құттықтады. Жалпы Амангелді газ кен орнының ұжымына сәттілік тілей отырып, тұрғындардың әлеуметтік жағдайына жақсартуға, экономиканы дамытуға қосқан үлестеріңіз үшін ризашылығымды білдіруге рұқсат етіңіз. Кәсіпорынның қызметін әрі қарай жандануына тілектеспін. Отбасыларыңызға амандық, дендеріңізге саулық, еңбектеріңізге жеміс тілеймін. 20 жылда енді осы уақытқа дейін 6 миллиардқа жуық газ өндірдік. Қазір әрі запас общий 15 миллиардтай запасы бар. Қазіргі кен орын, 3 кен орын жасап тұрған кен орын бар. Тағы да осы жақын күндерде, осы айдың ішінде десек болады, Анабай кен орнын қорысамыз. Ол жерде 15 адам, тек біздің адамдар жұмыс істейді. Одан бөлек Барханайда да сол кен орнын ашып жатсақ, ол жақта да сол жаңа жұмыс орындары, шалғай ауылдарға газ, сондай нәтижелер осы бар.